Биылдан бастап елімізде шілде айының алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні ретінде аталып өтеді. Бұндай жарлыққа таяуда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қол қойып бекітті. Рухани жаңғыру аясындағы ұлттық аспабымызды дәріптейтін дүбірлі шараға Жетісу жұрты да атсалыспақ. Ақиқат ләззат жетісулық жас домбырашы. Республикалық және халықаралық байқаулардың жүлдегері бүгінде Қанабек Байсейітов атындағы музыкалық колледжде оқиды. Ұлттық аспапқа бала кезден іңкәр болыпты. 5-ші сыныпта нағашы атасынан қос ішекті шертіп, перне басып, тиек қойып үйренген ол қазір домбыраның құлағында ойнайды. Домбыра деген қасиетті ғой, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтып жатады ғой қазағымыз. Ол үшін домбыраға деген сүйіспеншілік болу керек, қазақтың өнеріне деген құрмет болу керек, содан деп ойлаймын. Екінің бірі домбырашы бола бермейді. Мүмкін ойнайтын шығар былай, әрбір қазақ домбыра ойнай біледі ғой, бірақ та енді күйші деген атқа ие болу өте қиын. Ол үшін қажымас еңбек, қайрат керек болады. Алға қойған мақсатым осы домбыраны одан әрмен жақсылап меңгеріп, қазақтың ұлттық өнерін әлемге паш ету. Қос ішекті қоңыр үнді домбыра елбасы жарлығымен енді еліміздің ұлттық құндылығына айналды. Өйткені ол 1000 жылдан бері халқымызбен жасап, ұлт өнерін, мәдениеті мен тарихын бүгінге жеткізуші. Адамның көңіл күйін тап басатын қасиетке ие құдіретті аспап қазір әрбір үйдің төрінде әлем сахнасында күмбірлеп тұр. Домбыра күндеріміз деген негізі өткен жылда домбыра пати ретінде өткізген болатынбыз. Бұған енді бүкіл біздің ұжымдарымыз, бүкіл домбырашылар, домбырады ойнай білетіндер, күй тартатындар, ән салатындардың бәрі осы бір алаңға жиналып, күні бір сутка бойы домбыра пати өткізгенбіз. Соның мына жалғасы болып жатқаны мемлекеттің қолдауымен бүкіл Қазақстанда да мына үлкен шаралар өтіп жатыр. Жетісулық дүлдүл күйшілер мен Тілендиевтей танымал композитордың сұлу саздары таяуда елорда көгінде күмбірлейді. Қазір Сүйінбай атындағы облыстық филармония ұжымы үлкен дайындық үстінде. 170-ге жуық музыкант шілденің 1 мен 7 аралығында бас қалада домбыра күні мен Астананың 20 жылдық мерейтойына арналған концерт қояды. Жазира Исаева, Дамир Анитов, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.